Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Құрметті тәуелсіз арнаның көрермендері, бізге әрдайым қолдау көрсетіп келе жатқандарыңызға алғыс білдіреміз. Каналға тіркелмегендеріңіз болса, міндетті түрде тіркеліп қойыңыз. Біз хабарымызды жалғастырамыз. Кеше Болат Назарбаевты Алматы облысындағы Үшқоңыр, Шамалған ауылында жерледі. Жерлеуге Нұрсұлтан Назарбаев пен премьер-министр Әлихан Смайылов қатысып, көпшілік алдында Нұрсұлтан Әбішұлы сөз сөйледі. Біз осы ауылда туып өстік. Ол біздің үйдің кенжесі еді. Көп еңбек етті. Мектепке, ауылға көмектесті. Мешіт салды. Еңбек етіп бала өсірді. Армансыз өмір сүрді деуге болады. Оның өмірі әлі алда болатын. 2,5 жыл қатты ауырып, жүре алмайтын, сөйлей алмайтын, өз бетімен тамақ іше алмайтын халге жетті. Көп азап шекті. Қателік жібермейтін адам жоқ. Отбасымызға, көңіл айтқандарға мың алғыс. Кешеден бері көптеген адамдармен сөйлестім. Олар көп жақсылық жасады, деді Нұрсұлтан Назарбаев. Жерлеу рәсімінің алдында үкімет басшысы да сөз сөйлеп, марқұмның отбасына көңіл айтты. Алматы облысының наиб имамы дұға оқып, марқұмды жақсы сөзбен ақтық сапарға шығарып, қателіктерінің кешірілуін сұрады. Болат Назарбаевтың үйінде өткен жерлеу рәсіміне бірнеше мың адам келді. Сондай-ақ Ермұхамед Ертісбаев, Амандық Баталов, Нұртай Әбіқаев сынды саяси және қоғам қайраткерлері оны соңғы сапарға шығарып салды. Өнер адамдарынан Біржан Хасанғалиев болды. Марқұм Назарбаевтар отбасының жақын туыстары жерленген зиратқа жерленді. Зиратқа баруға туыстарына ғана рұқсат етілді. Еске сала отырайық. 13 қараша күні Болат Назарбаев 71 жасқа қараған шағында Алматыдағы орталық клиникалық ауруханада көз жұмды. Бастапқыда аурухана өкілдері бұл ақпаратқа қатысты пікір білдіруден бас тартқанымен, көп ұзамай экс-президенттің інісінің өлімін растады. Бұған дейін ол соңғы 2 жыл бойы төсек тартып жатқаны туралы хабарланған еді. Оған қант диабеті мен бүйрек жеткіліксіздігінің салдарынан асқынған көмей қатерлі ісігі диагнозы қойылған. Көз жұмғаннан соң оның қанша активі қалғаны да белгілі болды. Бұған дейін белгілі болғандай, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев тұңғыш президент Назарбаевқа көңіл айтқан. Президенттің кеңесшісі әрі баспасөз хатшысы Берік Уәлидің хабарлауынша, Тоқаев жерлеу рәсіміне қатыспайды деген болатын. Мемлекет басшысы тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевқа інісі Болат Назарбаевтың қайтыс болуына байланысты көңіл айтты. Қасым-Жомарт Тоқаев жерлеуге қатыспайды, деді Берік Уәли. Болат Назарбаев ешқандай мемлекеттік қызметте істемесе де, президент Тоқаевпен қарым-қатынасы болғаны жасырын емес. Және Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей ізбасары саналған Қасым-Жомарт Кемелұлының бұл жиынға келмеуін көпшілік сан саққа жүгіртіп жатыр. Тоқаевтың өзі келмесе де, премьер-министр Әлихан Смайылов Назарбаевтың кезінде билік тұтқасын қолына ұстаған қаржы министрі болған Әлиханның бұл жиынға келуі заңдылық еді. Бізге жеткен ақпараттар бойынша Алматы облысындағы Шамалған ауылындағы Назарбаевтың үйіне жаназаға 200-ге жуық адам келген көрінеді. Және ол жердегі қауіпсіздік күшейтіліп, полиция тікелей бақылауда ұстаған. Шындығын айту керек, бұған дейін Болат Назарбаевтың ауырып жатқанына ешкім сенбеген болатын. Әлеуметтік желіде оның өздігінен жүріп тұра алмайтындығы, арбаға таңылып, тек көмекшілерінің аузына тамақты салып бергендігін көрсеткен видеолар жарияланса да, бұл ешқандай да айғақ бола алмады. Дегенмен, бөкеңнің шынында 2,5 жыл ауырып жатқанын ағасы растады. Негізінде, бұның барлығы Алматыдағы базарларға тікелей байланысты деп біразға дейін топшылаған еді. Себеп те жоқ емес. Алматыдағы базарлар туралы әңгіме айтыла бастаса, Болат Назарбаевтың жүрегі ауырып қала беретін. Тіпті соңғы ақпарат құралдарында жария болған Кипрде құрықталып, Қазақстанға жеткізілген Болат Назарбаевтың рейдерлік бандасын басқарған Елдос
Қоспаевтың өзі тергеуде белсенді сөйлей бастады деген кезде Қоспаев біраз ақпараттың басын ашып кем дегенде 2 эпизод бойынша Болат Назарбаевты соттауға жететін материал жиналғанды. Бірақ Болаттың командасы бұл жерде инфаркт операциясын бастап кеткен еді. Енді Бөкеңнің артында қалған активтерді қайтару бойынша Жаңа Қазақстан билігі кімнен жауап алмақ? Басты назарда оның үлкен ұлы Нұрбол Назарбаев тұр. Тіпті Болат Назарбаевтың өзі қайтыс болған күннің өзінде ол үшін Жаңа Қазақстан алдында жауап беретін адам бар, ол Болаттың ұлы Нұрбол Назарбаев деп бұған дейін де айтқан болатынбыз. Заңсыз активтердің ішінен дәл қазір қайтарылып алынуы керек дүниелер Магнум гипермаркеттер желісінің үлесі, Тастақ базары, Никольский базары, одан бөлек жүздеген жер телімдері, коттедждер, автокөліктерде өз кезегін күтуде. Нұрбол да бекер отырмай осының бәрін сатып, криптовалюталарға айналдырғысы келеді. Тек жер телімдері бойынша қиындық тумаса да, ірі активтерді сату оңай болмай тұр. Сатып алушылар болашақ проблемалардан қорқады. Болат Назарбаевтың үстінен қылмыстық іс қозғауға бәрі тас түйін дайын болған сәтте қапияда оның қазасы расында да біршама жағдайларды тоқтатып тастады. Құзырлы органдар әрине алдағы уақытта ерік жігермен қимылдайтыны сөзсіз, бірақ бір нәрсені ұмытпау керек. Оның ағасы әлі де біршама билікті қолында ұстап отыр деген ақпараттар бар. Нұрсұлтан Назарбаев інісін қалайша қорғап қалмақ? Оның балаларына төніп тұрған қауіптің бетін сейілте ала ма? 40 күннің ішінде Назарбаевтың інісі өз әулетіне қалдырған мұрасына Жаңа Қазақстанның билігі тағы да таласып көрмек. Заңды мұрагер мемлекет болып тұр. Адам айтса сенімсіз жағдайға жеткен Бөкеңнің, яғни қарапайым сантехниктен алып компания, холдингтің иесі атануы әрине туған ағасының президент тағында отыруымен тікелей байланысты екені сөзсіз. Қазір прокурорлар мен қаржылық мониторинг агенттігі Бөкеңнің қай мүлкін мемлекетке қайтарамыз деген мәселені реттеп жатқан көрінеді. Құзырлы орындар Жаңа Қазақстан тарапынан ешкімнің көңіліне қарамай батыл қимылдаңдар деген сигнал алған секілді. Сондықтан Болат Назарбаевтың ең қомақты мұрагері тағы да қайталап айтамыз. Мемлекет болып шығуы ғажап емес. Бөкеңнің артында 9 заңды баласы бар. Одан бөлек 10-ға жуық заңсыз баласы қалған көрінеді. Бірақ солардың ішінен жаңағы біз айтқан Нұрбол және Ербол бәйбішенің ұлдары ретінде әкелерінің артында қалған іске тікелей жауапты болады. Алдағы уақытта бұл туралы айтатын боламыз. Каналға жазылып, қолдау білдіріп, пікір жазуды ұмытпаңыз.